Қадірлі елбасы, ендігі сөз кезегі 27 жасар 7 баланың анасы, рухани астанамыз Түркістан облысынан арнайы келіп отырған Жазира Тургуноваға сөз беріледі. Жазира Тургунова көп балалы батыр ана. Түркістан облысының тұрғыны 27 жасында 3 қыз, 4 ұл тәрбиелеп отыр. Балаларының үлкені 3-ші сыныпта оқыса, кішісі 7 айлық. Жазира жас болса да үлкен бір әулеттің түтін түтіп отырған адал жар, ибалы келі. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, дана халқымызда өмірге бір қозы келсе, бір тал жусан артық шығады деген қанатты сөз бар. Менің атым Жазира, жасым 27-де. Түркістан облысының тұрғынымын. Алланың қалауымен 7 сәбиімді өмірге алып келдім. Әр баламның өмірге келуімен қатар, біздің үйде үлкен қуаныштар орын алады. Балаларымның күлкісін көріп мен өмірге деген құштарлықты аламын. Қазіргі таңда балаларымның үлкені 11 жаста. Ол менің ең бірінші көмекшіме айналды. Ата-бабаларымыздан мирас болып қалған осынау байтақ қазақ елімізде сәбилердің көп болғанын қалаймын. Сіз өткен жылы біздің облысымыз үшін тарихи шешім қабылдап, Түркістан облысын құрдыңыз. Оның орталығы ретінде келі Түркістан қаласын бекіттіңіз. Қазіргі таңда орталық үлкен құрылыс алаңын айналды. Онда мемлекеттік нысандар мен бала бақшалар, мектептер, жастар орталығы, медициналық мекемелер, мектептер мен спорт кешендері салынуда. Мен осы бүлдіршіндерінің келешегіне сенімдімін. Олардың нағыз азаматтар болып өсуіне өз күшімді, жігерімді арнаймын. Келін ененің топырағынан деп халқымызда бекер айтылмаса керек. Менің де апам 10 баланы дүниеге алып келген. Мен еліміздің жастарын көп балалы болудан қорықпауға шақырамын. Әр бала өз несібесімен келеді. Нұрсұлтан Әбішұлы, мен бала күнімнен сізді көрсем деп армандаушы едім. Бүгін мен сол арманыма жеттім. Әсем қала Астананы көріп, менің балапандарым келешекте осынау қалада білім алып, әлемдегі мықты университеттердің бірі Назарбаев университетінде оқса деген аналық арманым бар. Сол үшін қолымнан келгенше балаларыма озық біліммен тәрбие беріп жатырмын. Әке тірегің, ана жүрегің. Құрметті қазақстандықтар, тіректеріңіз бен жүректеріңіз аман болсын. Сізге еліміздің көп балалы жас аналарының атынан өз алғысымды білдіремін. Рахмет.